шайтан бір сәждеден бас тартқандығы үшін жәннатта мәңгілік қуылды. Бір сәждеден бас тартқандығы үшін. Қанша сәжде кетіп жатыр бас тартылған. Қаншама сәжделер. Құдай сақтасын, шайтан жайында қалып қойды ғой. Намаз қартайғанда, намазды арабтар ойлап тауып алған, үйткен, бүйткен, намазсыз ақ мен Раббыма жақындаймын. Жоқ. Намазсыз болмайды барлық нәрсе. Жүрегіңізде ауырлықтың емін іздесеңіз, намаздан басқа ем жоқ. Сұрақ көп сондай. Намазыңды тастап қойдың дейді. Намазды тастаған жоқсыз, намазсызды тастап кетті. Намаздың қадірін біле алған жоқсыз. Тәкбірмен бастадыңыз, сәлеммен аяқтадыңыз. Тәкбірмен бастадыңыз, сәлеммен аяқтадыңыз. Оқыдым, болды. Мә, жетеді осы. Деген тірлікті жасағаннан кейін намаз тастап қойды. Өйткені оның сезімін ала алған жоқсыз сіз. Өмірдің бүкіл ләззатының барлығы намаздың ішіне жасырылған. Бұл соғыстан жеңіліп қалып жатырмыз. Құдай сақтасын, Алла сақтасын. Нәпсіміз бізге тұрма, намаз оқыма десе, оқымай отырып, шайдау деген кезде оқып кетіп жатырмыз. Жеңіліп жатырмыз нәпсіде. Күніге бұл 5 рет соғыста 5 рет жеңіліс тауып жатырмыз, егер бұл намаздың сезімін ала алмайтын болсақ. Намаз сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көзімнің нұры деді. Намаз бізде барда депрессия да жоқ, стресс те жоқ. Намаз оқып жүріп, намазыңыз бола тұра, ұстаз мен депрессиядан шыға алмай жатырмын деген. Бұл жай әңгіме әшін. Алланың алдына жүректер тап-таза, таза қылып әкеліңдер деді. Кірлетіп әкелмеңдер деді. Жүректің айнасын таза күйде әкеліңдер деді. Ал егер намаз болмаса, мына жүректі айнадай тазалап алу бізге қиын болады. Өйткені дүние бізді оңды солда арбағанның үстіне арбай береді. Бірақ түбінде ол дүние бізді тастап кетеді. Бірақ біздің қасымызда қалатын не нәрсе бар? Иман, намазымыз, құлшылығымыз, оразамыз біз үшін тұрып береді. Біз тұрдық па намазда қақиып, біз үшін тозақтың алдында қалқан болып беретін. Бұл біздің намазымыз.